Барлығыңызға қайырлы күн. Өзбек және Қарақалпақ халқының мантысы деп аталып кеткен ходжели мантысын менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Қазақ тілді видеоны қолдап, видео ұнаса лүпіл басып, маған тіркеле қойсаңыз қуанамын. Алдымен таза құрғақ ыдысқа жылы су, жұмыртқа, тұз салып жақсылап араластырамыз. Кезекте алдын ала електен өткізілген ұнды бөліп салып, қамыр илеуге кірісеміз. Видеода көрсетілгендей етіп, иінін қандырып, қамырды осылай илейміз. Бетін жауып 20 минутқа демалтуға қойып қоямыз. Осы уақытта салмасын дайындаймыз, яғни таза ыдысқа тартылған ет салып, жуаны майдалап, турап қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш мөлшерлеп салып, жақсылап араластырып алып, бетін жауып қойып қоямыз. Осы уақытта қамырымыз тынып дайын болады. Қолдың көмегімен тағы бір рет илеп жіберіп, әрі қарай оқтаумен жұқа етіп жайып бастаймыз. Бұл ходжели мантының басқа мантыдан ерекшелігі қамырында. Басқа манты, яғни біз дайындап жүрген кәдімгі мантыны дайындаған сияқты дайындау жолы, рецептісі, керекті заттары бірдей ұқсас, айырмашылығы жоқ. Ал бұл ходжели мантының ерекшелігі қамырдың жұқа жайылуында және кескен кезде үлкен етіп кесу, кәдімгі мантыдан 2 есе етіп кесу және де салмасына аз етіп салуында. Міне осылай кәдімгі мантыда кескен тәріздес көлемін 2 есе етіп кесіп аламыз. Салмасын осылай аз-аздан салып, қолымызбен жайып орналастырамыз. Түйілуі де басқа мантылар тәріздес. Осылай барлығын біркелкі етіп түйіп аламыз. Осылай нәзік етіп жайылған түйілген мантыны алдын ала майланған манты қазанға орналастырамыз. Яғни мантоваркаға орналастыру жолы да басқаша. Видеодағыдай әрбір мантының үстін майлап, жақын орналастырамыз. Қорықпаңыздар, жабысып қалмайды, себебі біз барлық мантының үстін майладық және де 50-60 минутта емес, отта 40 минутта піседі. Себебі ішіне салмасын аз салдық, қамырын жұқа етіп жайдық. Осымен 40 минутта осылай пісе қояды. Негізі бұл мантының өзінің соусын дайындауы бар. Яғни сұйық майға аздаған қызыл бұрыш қосып араластырамыз және де піскен манты бетіне жағамыз. Немесе өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Дәмді, сочный. Осы ходжели мантысын пісіріп көріңіз, ұнайды деген сенімдемін. Егер видео рецепт ұнаса, пікір қалдырсаңыз, қуанышты боламын. Мөлшерлеген керекті заттар тізімі, яғни ингредиенттер мөлшерімен видеода астындағы описание бөлімінде жазып қалдырдым. Видеода сіздермен бірге Дариға.